Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұмсақ, сочный жүгеріні бірге жасайтын боламыз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін алдымен жүгеріні сыртқы қабығынан тазалап алуымыз керек. Жүгері бірнеше қабықтан тұрады, осылай қатпар. Сондықтан да осыны барлығын толығымен алып тазалаймыз. Тазаланған қабықтардың астында діңгегі болады. Осыны кесіп алып тастаңыздар, немесе осылайынан бөліп алып тастасаңыздар болады. Енді осы тазаланған жүгерілерді жақсылап жуып аламыз, ал қабығын мусорға лақтырамыз. Енді жуып алайық. Жақсылап жуылған жүгерілерімізді алып, енді кастрөлімізге саламыз. Кастрөлдеріңізді өздеріңіздің жүгерілеріңіздің санына байланысты үлкен кіші етіп аласыздар. Менде 6 дана жүгері болғандықтан үлкен кастрөл алдым. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз. Ендігі кезекте тұз саламыз. Бұл жерде мен 3 ас қасық тұз салдым. Сіздер өздеріңіздің су мөлшерлеріңізге қарай судың дәмі келгенше жақсылап тұзын салсаңыздар болады. Жүгері өзіне керектісін ғана сіңіріп алады. Енді отта 45-50 минут пісіреміз. Ал мінекей достар, піскен жүгерілерімізді дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дастарханға ұсынбас бұрын тағы бір мәрте тұз сеуіп шықсаңыздар, жүгерілеріңіз өте сочный болып шығады. Ал мінекей сеуіп болған соң, енді дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған тәтті әлем, келесі сабақта кездескенше.